Тыңда, балам. Сен ұйықтап жатқанда келген ойларды тағы да сен ұйқы құшағында жатқанда жазып отырған жайым бар. Ақырын ғана бөлмеңе бас сұқтым. Кішкене нәзік қолдарының біреуін бетіңе сүйепсің. Маңдайында жіпсіп телеп кетіпті. Періштедей келбетіңе көз тастадым. Бағана газет оқып отырып, іштей сезінген өкінішінің әсерінен әлі де айыға алмай, еріксіз төсегінің аяқ жағына түсе бүктім. Кінәлі адамша екі енім суға кетіп, сүмірейіп тұрған кейпімді көрсен, жылауға шақ тұрмын, балам. Саған қатты ашуландым. Мектепке баруға дайындалып жатып, беті қолынды жумағаның үшін саған әбден ұрыстым. Заттарымды шашқанда зығырданым қайнап, ертеңгілік ас түсінде де көз алартып, біраз дөрекілік жасадым. Өйткені сен шынтақтарынды үстелге сүйеп, алдыңдағы тамақты төктің, наныңа тым көп май жағып, аузындағыны жөндеп шайнамастан асығыс жұта салып жаттың. Үйден шығып, сен мектепке, мен жұмысқа кетерде қолынды былғап, әке, сау болып тұрыңыз, дедің. Ал мен болсам, қабағымды шытып, болбырамай иықтарыңды тік ұстасаңшы деп тағы да ұрыстым. Осы қаталдығым кешкісін де тарқай қоймады. Үйге келе жатып, қос тізерлеп отырған күйі ойынға кірісіп жатқан жеріңнен сені ұстап алдым. Шұлықтарың да жыртылыпты. Жолдастарының көзінше сені ұятқа қалдырып, алдыма салып дедектетіп үйге келдім. Әрі саған, сол шұлықтардың қаншалықты қымбат тұратынығын білесің бе? Өзің алсан бұдан да мұқиятты болар едің, деп тиістім. Ойлан, балам. Осының бәрін істеген де, айтқан да сенің өз әкең. Артынан жұмыс бөлмеме кіріп газет оқып отырғанда, үнсіз ғана қасыма келіп едің ғой, есіңде ме? Көздеріңнен бір жабырқау байқалғандай болды. Қарсы алдыма келіп, күмілжіп тұрғанда мазасы қашқан адамша, не керек деп тағы да айғай салдым. Сен ештеңе деместен, жүгіріп келіп мойныма асыла кеттің. Әрі мені сүйдің. Құдай берген қаталдығымды жібітуге тырысқан адамша, махаббаттың күшін сездіре, қолдарыңмен мойнымды қаттырақ қыстың. Артынша кері қайтып, баспалдақпен жүгірген күйі жоғары шықтың. Міне, балам, бірнеше минут бұрын газет оқып отырғанда, мені іштей мазалаған өкініш пен қорқыныштың себебі осы еді. Көп өтпей-ақ газет қолымнан сырғып түсті. Сенің сөнбе сүйіспеншілігін мен балалық махаббатына деген менің сыйым саған тынымсыз ұрсу мен айғайлау болды. Сені жақсы көрмейді емеспін, әрине. Шаман келмейтін нәрселерді сенен талап еткен секілдімін. Сенен өз қатарынан күтетін қылықты күткенімді енді ғана түсіндім. Ал сенің мінез құлқында бір шама адал да жақсы қасиеттер бар. Сенің жұдырықтай жүрегіңнің өзі кең әлемді сыйдырғандай еді. Оны мені құшақтап сүюің арқылы көрсеттің. Бүгінгі түні бар зейінім өзінде ғана, балам. Қараңғыда бөлмеңе келдім. Төсегіңнің қасында ұяла тізе бүгіп, көз жасыма ие бола алмадым, балам. Бұларды сен оянғанда айтсам, түсінбейтіндігінді білем. Бірақ ертең нағыз әке боламын. Сенің тура досың секілді боламын. Сенімен әзілдесемін. Сені құшақтап сүйетін боламын. Тілімнің ұшына жаман сөздер келсе, тілімді тістеп, ол әлі бала ғой дейтін боламын. Мен саған бала емес, үлкендерше қараппын. Бірақ қазір сенің пысылдап ұйықтап жатқанына қарап, әлі сәби екендігінді ұқтым.
анаңның құшағынан кеше ғана ажырампап едің. Кешеге дейін шешеңнің мойнына басыңды қойсам болды, ұйықтап кетпеуші ме едің? Сенен тым көп нәрсені қалаппын, балам, тым көп. Оянған кезінде сені қуантып, махаббаттың екі жақты болатындығын түсіндіріп, әрі өзімді кешірту үшін сені той ханымша өбектеп сүйетін боламын, балам. Ливингстон Ларнеттің «Әке ұмытады» деп аталатын еңбегінен.